Армысыздар, құрметті Тентек арнасының көрермендері, бүгін біз сіздерге жаңа контент ұсынбақпыз, яғни 5 камераға түсіп қалған жануарлардың айқасын көрсетеміз. Жылан елікке қарсы, дәлірек айтқанда, еліктің баласын өзінің түскасына айналдырмақшы. Жылан өзінің жуан денесімен бұғынан қысып тастауда. Оны енді ғана байқаған анасы сол араға қарай жетіп барды. Оның көмегі тие алмайтын секілді, себебі ол не істесе де енді бәрі кешеді. Дәл қазір сіз құмырсқалар мен аралардың шайқасын көріп отырсыз. Құмырсқалар біреулеп төбелеспейді. Егерде бір ара шабуыл жасаса, бірден оған 4 құмырсқа жабылады. Әрине, одан кейін араның мүмкіндігі қалмайды. Құмырсқалардың бірлікпен, ыждаһаттылықпен жұмыс жасайтынын байқаған боларсыздар. Жылан үйрекке қарсы. Жылан құстардың жұмыртқалары орналасқан ұяға жиі шабуылдайды. Жұмыртқа бұл жыландар үшін өте таптырмас, бас тартпайтын азық. Қарасаңыз, жылан үйректің ұясын бұзып басын шығарды, себебі бірнеше рет қашып құтылуына мүмкіндік болуы үшін. Шаян құртқа қарсы. Өте қызықты және әбігерге толы күрес. Дегенмен де бұл күрестен байқағандарыңыздай, біреуі өзінің азығы үшін, ал екінші өзінің өмірі үшін жанталасуда.
Арыстан буйволға қарсы. Арыстан деген сөзді естісек біз үлкен жыртқыш мысықты елестетеміз. Бір сөзбен айтқанда аң патшасы, бірақ та дәл осы патшаға қарсы төбелесуге қабілетті жануарлар да бар.